Хром өнеркәсібі Қазақстан экономикасының негізгі салаларының бірі болып табылады. Ол металлургияда, химия өнеркәсібінде, сондай-ақ автомобиль және теміржол қосалқы бөлшектерін, қару-жарақ, тұрмыстық техника және басқа да бұйымдарды өндіруде қолданылады. Географиялық орналасуына келетін болсақ, хром өнеркәсібі Қазақстанның әртүрлі өңірлерінде, соның ішінде Батыс Қазақстан, Қостанай, Ақтөбе, Қарағанды және басқа да облыстарында кең таралған. Қазақстанда хром кендерінің айтарлықтай қоры бар. Ең ірі кен орындары еліміздің Ақтөбе облысында, Ресей және Қытай шекарасына жақын жерде орналасқан. Олардың ішіне ең танымалылары Геологический 1, Дөң, Кемпірсай, Арқалық, Комсомольская, Первомайский және тағы да басқалар. Негізі шикізат жер қойнауынан алынатын хромит кендері. Оларды қайта өңдеу үшін әртүрлі технологиялар қолданылады. Соның ішінде флотация, гидрометаллургиялық әдістер, термиялық өңдеу және басқалар. Қазақстанның хром өнеркәсібінде хром қорытпаларын, феррохромды, хром оксидін және басқа да химиялық қосылыстарды қоса алғанда түрлі өнімдер өндіріледі. Олар бұғат автомобиль бөлшектері, ауыл шаруашылық техникасы, химиялық реагенттер және басқа да көптеген салаларда қолданылады. Хром кендерін және оларды қайта өңдеу өнімдерін тасымалдау үшін әртүрлі көлік түрлері, соның ішінде теміржол көлігі ең көп қолданылады. Қазақстан, Оңтүстік Африка, Түркия, Зимбабве және Үндістаннан кейінгі 5-ші орында тұрған әлемдегі жетекші хром кен өндірушілердің бірі болып табылады. 2020 жылы Қазақстан шамамен 4,3 миллион тонна хром кен өндірді. Соған қарамастан, өндіру бойынша Қазақстан әлемде тек 13-ші орында. 2019 жылы елімізде феррохром өндірісі шамамен 227 мың тоннаны құрады. Қазақстан хромның барланған қоры бойынша әлемде 1-ші орында және олардың өндірудің әлемдік көлемінің 15%-ын қамтамасыз етеді. Мемлекеттік баланс бойынша 20 кен орны бойынша қорлар ескерілді. Оның 91%-ын пайдалануда. Саланың қорларын қамтамасыз етілуі 80-90 жылға жетеді. Республикалық бошамды әлеуеті барланған қорларды бірнеше есе артық. Хромиттердің негізгі ортақ қорлары Батыс Қазақстанда салыстырмалы түрде шағын алаңда орналасқан. Қазақстанда хром өнеркәсібінің экспортына келетін болсақ, Қазақстан хром кенінің ірі экспорттаушы болып табылады. Қазақстанның хром кенінің негізгі сатып алушылары Қытай, Ресей, Германия, Түркия және Корея болып табылады. 2020 жылы Қазақстан 334 миллион доллардан астам сомаға шамамен 4,2 миллион тонна хром кенін экспорттады. Сонымен қатар, Қазақстан феррохромның аз мөлшерін негізінен Ресейге экспорттайды. Қазақстандағы хром өнеркәсібінің негізгі инвесторлары. Қазақстандағы хром өнеркәсібінің ірі инвесторларының бірі Евразхром Торекс компаниясы. Ол Евраз халықаралық тау-кен холдингінің еншілес компаниясы болып табылады. Компания Дон, Ақсу, Кенсулы және Шығыс Қазақстан кен орындарында хром кенді өндіреді. Тағы бір ірі инвестор Ақсу және Жалинді кен орындарында хром кенді өндіретін ДНК Казхром компаниясы. Сонымен қатар Қазақстанда хром кені өндірумен айналысатын бірнеше шағын компаниялар жұмыс істейді.